Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздерге бүгін мемлекеттік қызмет жүйесіндегі байқаушылар институты туралы түсініктеме беретін боламын. Жалпы байқаушылар деген кімдер, олардың мақсаты қандай, осындай сұрақтарға жауап ала аласыздар. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет жалпыға бірдей қолжетімділік, ашықтық, мемлекеттік қызметшілерді олардың қабілеттері, дағдылары, біліктілігі арқылы одан әрі мансаптық ілгерілету қағидаттарына негізделеді. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеудің барлық кезеңдерінің барынша ашықтығын қамтамасыз ету, айқындылығын заңнамалық деңгейде қамтамасыз ету іске асырылады. Мысалға алатын болсақ, тестілеу залында кандидаттар мемлекеттік қызметке немесе құқық қорғау қызметіне тестілеуден өту барысында олардың барлығын арнайы бейнекамералар арқылы қадағалау, яғни тестілеудің барынша әділ өтуін қамтамасыз ету іске асырылады. Сонымен қатар кандидаттармен әңгімелесу, эссе жазу барысын бейне жазба құралдарының көмегімен сүйемелдеу, сонымен қатар оларды егерде кандидаттардың келісімі болған жағдайда интернет ресурстарда орналастыру бойынша жұмыстар іске асырылады. Кандидаттардың келісімі болса, жаңағы әңгімелесу өткізілген бейне жазбалар сол мемлекеттік органның интернет ресурсында, яғни сайтында жарияланатын болады. Сол арқылы азаматтар мемлекеттік қызметке конкурстардың қаншалықты ашық, әділ екеніне көз жеткізе алады. Сонымен қатар жариялылық қағидатын жүзеге асыру осы салада байқаушылықты, яғни бақылаушылар институтын енгізуге зор көңіл бөлінеді. Бүгінгі күні осы мемлекеттік қызметке немесе құқық қорғау қызметіне түсу процесі байқаушылардың көмегімен байқаушыларды қатыстыру арқылы іске асырылады. Конкурс комиссиясының отырыстарына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасының кез келген азаматы, яғни кәмелет жасқа толған азаматы қатыса алады. Мысалға, егер сіз байқаушы ретінде конкурсқа қатысқыңыз келсе, онда әңгімелесу басталғанға дейін кем дегенде 2 сағаттан кешіктірмей конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген телефон немесе электронды почта арқылы алдын ала хабар беруіңіз керек. Сонда егерде сіз жаңағы талаптарға сәйкес келетін болсаңыз, егер сіз Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз және кәмелет жасқа толған болсаңыз, онда сіз міндетті түрде жаңағы отырысқа байқаушы ретінде қатыса аласыз. Жаңағы хабарландырулар, мысалы мемлекеттік қызметке түсуге арналған конкурстардың хабарландырулары Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сайтында орналастырылады. Бұл сайтта арнайы вакансиялар орналастырылатын бөлім бар. Сол бөлімге кірсеңіздер, сіздер фильтр арқылы өзіңізге қажетті облысты, өзіңізге қажетті лауазымды, яғни лауазым санатын барлығын қойып, өзіңізге қажетті лауазымдарды таба аласыздар. Конкурс комиссиясының хатшысы әңгімелесу басталғанға дейін байқаушыны оның құжаттары, құқықтары жөнінде хабардар ету үшін арнайы жадынамамен таныстырады. Байқаушының конкурсқа қатысушылардың құжаттарымен танысуға, әңгімелесу өткізу барысына баға беруге, конкурс комиссиясының жұмысы туралы өз пікірін білдіруге мүмкіндігі бар. Алайда тағы да бір айта кететін мәселе, байқаушылар әңгімелесуге қатысқан кезде олар кандидаттарға сұрақтарын қоя алмайды. Сонымен қатар комиссияның жұмысына немесе конкурс жалпы әңгімелесуге кедергі келтіретін әрекеттер жасай алмайды. Кандидаттардың жеке басына қатысты деректерді, мәліметтерді жариялай алмайды. Кандидаттар қатысатын конкурс рәсімдерінде олардың техникалық жазба құралдарын қолдануына жол берілмейді. Жалпы осындай талаптар бар. Шағын, егерде сіздер болашақта мемлекеттік қызметке немесе құқық қорғау қызметіне конкурстар барысында байқаушы ретінде қатысқыларыңыз келсе, онда сіздер қосымша кеңес ала аласыздар. Біздің телефонымыз 518132. Егерде қосымша сұрақтарыңыз туындаса, осы телефонға жұмыс уақытында хабарласа аласыздар. Осымен біздің эфиріміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.